Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сарымсақтың 10 пайдасы мен бірнеше зияны туралы айтатын боламын. Адамның қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне осылайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сарымсақтың бірінші пайдасы бактериямен күреседі. Сарымсақты шикіде жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне де ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызда өкпе құрты, дизентерия, кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Қан тамырларының қызметін реттейді. Бұл екінші пайдасы. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күнде сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Үшінші пайдалы қасиеті қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Төртіншісі иммунитетті күшейтеді. Бесінші пайдалы қасиеті қатерлі ісікті алдын алады. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил, цистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Сарымсақтың алтыншы пайдалы қасиеті паразиттермен күреседі. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Сарымсақты шикі жеген жөн. Немесе 200 мл сүтке бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетінші пайдалы қасиеті ас қорыту. Сарымсақ ас ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Сегізінші пайдалы қасиеті буын аурулары. Сарымсақтың аяқ, қол, буындары үшін пайдасы орасан зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосыңыз. Сарымсақтың 9-шы пайдасы теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамында дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күнде сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. 10-шы пайдалы қасиеті артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-2 тіс сарымсақ. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімі сарымсақ 2 тісше су дайындалуы. Зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше рет ішеміз. Сарымсақтың зиянына келетін болса, құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе уланып қаласыз. Күніне 8 тіс сарымсақты жесе қан кетеді. Сарымсақты аш қарынға жемеген жөн. Асқазаны ауыратындар ауруы асқынға не қозған кезде сарымсақты жемегені дұрыс. Сарымсақтың көп жесе ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып бас ауырады. Дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға дариды. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет.